Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай өте керемет, топ-томпақ, жұп-жұмсақ болып дайындалатын бауырсақтың рецептімен бөліскім келіп отыр. Негізі біздің үйде менің балаларым өте қатты жақсы көреді бауырсақты. Сол себептен де мен бауырсақтың осындай неше түрлі рецептілермен дайындағанды ұнатамын. Бұл рецепт өте ерекше, сондай дәмді шықты. Менің балаларыма қатты ұнады. Видеоны соңына дейін тамашалап, рецепті бірге дайындайық достар. Ал ендеше кеттік. Ең алдымен осындай бос ыдысымызға жылы суымызды құйып аламыз, салқын болмасын. Оның үстіне 1 шай қасық дрожжымызды салып, оның үстінен кішкене жарты 50 грамдай қантымызды салып, жақсылап езілгенше араластырып аламыз. Барлығын езіп араластырамыз, себебі біздің дрожжымыз еріп, кішкене көтерілгенше оны жақсылап бетін жауып, осылайынан қойып қоямыз. Біздің осы дайындап жатқан дрожжымыз көтерілгенше біз өзімізге керекті қоспаларымызды қосып дайындай беретін боламыз. Қамыр илеуге ең алдымен оны басқа ыдысқа осылайынан дайындап аламыз. Сүтімізді құямыз ыдысымызға. Сүтіміз біздің ыстық емес, жылы болу керек достар. Оның үстінен осындай 2 жұмыртқамызды салып аламыз. Оның үстіне кішкене 50 грамдай майонез саламыз. Майонезімізді салып болғаннан кейін үстіне ерітілген осындай сары майымызды құямыз. Оның үстіне 1 шай қасық тұзымызды саламыз. Барлығын осылайынан жақсылап тұрып езіп араластырып алыңыздар. Осындай дайын болған қоспамызға жаңа көтерілген дрожжымызды саламыз. Екеуін бірге араластырып аламыз жақсылап. Оның үстінен електен өткізілген ұнды салып, жәймендеп тұрып араластырып, қамыр илейтін боламыз. Ұнды бірден сала салуға болмайды. Осылай шетінен жәймендеп қосып отырып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Мінекей менің қамырым осындай керемет, жұп-жұмсақ, қолға жабыспайтын болып шықты. Хош иісі сондай керемет, қосқан майларымыздың иісі әдемі болып шығып тұр. Енді осыны көтерілгенше бетін жауып, орап қоямыз. Мінекей менің қамырым мына жерде ашықты, оны мен бір рет қайтарып, осылайынан қайтадан көтерілуге қоямын, себебі бауырсақтарымыз әдемі болып көтерілу үшін. Мінекей достар, менікі екінші қайтарылым дайын. Енді осыны түсіріп алып, өздеріңізге ыңғайлы етіп бөліп алыңыздар. Мен осылайынан өзіме қажетті 3 бөлікке бөліп алдым. Өзіме ыңғайлы осылайынан оны әрқайсысын зуала қылып, бөліп қойып, осылай шетінен жайып отырдым. Жайған кезде қамырымызды қатты қалың емес, қатты жұқа емес, осындай орташа есеппен жайсаңыздар болады. Менде осындай пиалайдың көмегімен домалақ етіп бөліп алдым бауырсақтарымның әрқайсысын осылайынан дайындап болғаннан кейін оларды кішкене 5-10 минутқа осылайынан бөліп қойып қойдым. Бетін жауып, кішкене көтерілгеннен кейін барып отқа салып алатын боламыз. Мінекей менің бауырсақтарым көтерілген. Осылай көтеріп қойсаңыздар, алдын ала бауырсақтар одан бетер пышный болып, күшті болып шығады. Достар, менде мына жерде отқа салған жерім түспей қалыпты кадрға, өкінішке орай. Сіздер өздеріңіз қызып тұрған майға 2 жағын осылайынан қызарғанша әдемілеп салып алсаңыздар болады. Мінекей менің бауырсақтарым осындай керемет, өте пышный болып шықты. Өзіме қатты ұнады. Дәмі деген сондай керемет. Егер де достар менің рецептім ұнап жатса, лайк, комментарий басып пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер.